Ассаламу алейкум, біздің құрметті Кюфо Тұлпар көрермендері, оқырмандары. Алла қаласа біз Шымкент қаласына жолға шығып баратырмыз. Әрбір біздің осы жолдарымыздың барлығын сіздермен бөлісіп отырамыз, білесіздер. Осылай міне команда шығарып салады. Кюфо Тұлпар командасының басты құндылығы компаниямыздың команда екенін білесіздер. Және де сіздермен әр қуанышымызды бөлісіп отыру мақсатында қазір біз Шымкентке бара жатқан жолымызды, ол жақта ашылып жатқан бір емес екі жерден ашылып жатырмыз. Сол офистарымызды, алып жатқан ғимараттарымызды барлығын сіздерге көрсететін боламыз. Және де сонымен қатар міне Гүлназ қарындасымыз біздің YouTube каналды жүргізіп жүр. Білесіздер, автокөліктерге шолу жасап, сол жақтағы Шымкенттегі автокөліктердің базардағы бағаларын сіздерге таныстыратын болады. Одан кейін мен арғартай Ақтау қаласына ұшып барам. Ақтауда тағы да Кюфо Тұлпар компаниясын ашқалы жатырмыз. Сонымен қатар біз сіздерге сөзбен айтып қоямыз, потом іспен көрсетеміз. Сол сияқты халықаралық дәрежедегі компания болып, Қырғызстан Бішкекке, яғни Қырғыз еліне қалай кіргелі жатырмыз. Кюфо Тұлпар компаниясы. Алла қаласа осының барлығы сіздердің көз алдарыңызда болады. Және де біз Гүлназбен YouTube каналды бірге жүргізіп, о жерде көліктерді салыстырып, жарыстырып деген сияқты шолулар барлығын жасамақ ойымыз бар. Қарындасымызды қолдап отырыңыздар. Менің осы компанияларды ашуға байланысты уақыттарым болмай жатыр. Ал жалпы міне қазір біздің команда, өздеріңіз көріп отырсыздар, әрқашан өстіп шығарып салады. Ар жақта бізде Шымкент қаласының командасы бар. Олар бізге келіп оқып кеткен болатын. Қазір енді сол алған білімдерін тәжірибе жүзінде сол компаниямызда жұмыс істеп көрсететін болады. Ол жақтың тағы бір ерекшелігі айтқалы жатқан сіздерге айтып бөлісіп кетейін. Менде қарекет курсына келіп, шәкіртім болып оқыған Ерасыл бауырымызды білесіздер, Астана қаласын ашқан болатын. Ол жақта команданы барлығын, жүйені барлығын қойғаннан кейін өзі сұралып, сол жақтың басшысы болып тағайындалды. Сол жақта қазір өз еңбегін көрсететін болады. Яғни бұл дегеніміз не? Біз әрқашанда өзіміздің басшылық орындарға команда арасынан адамдарды қойып, соларды оқытып, өздерін қазіргі ашылатын мынау Ақтау және де Бішкек қалаларында өздерін мүмкіндіктерін барынша ашып көрсетуге тырысуға мүмкіндік береміз әрқашанда. Кюфо Тұлпар компаниямыздың басты құндылығы ол біздің команда. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, тамашалаңыздар. Жолда қалай болады, қызықтар, тамақ ішетін жерімізді барлығын көрсететін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін күн тамаша болып тұр. Біз командамен Талғат бәріміз Шымкент қаласына шығып баратырмыз командировкаға. Міне команда бізді шығарып салып жатыр. Бізде барлығы андай отбасы сияқты большой, бәрі бір-бірін шығарып салады. Міне осындай. Бағдәулет. Вот так вот нас провожает Альбина. Нам бәрін Альбина дайындап, бізге шығарып беріп жүріп жатыр. Молодец. Все, достар, біз шығайын деп жатырмыз. Кюфо Тұлпар автокөлігімен. Таға бізде жүргізуші болып барады. Бісміллә деп кеттік. Достар. Ақ жол. Все, достар. Достар, біз Алматы қаласынан шығып бара жатырмыз. Талғат ағамен. Талғат аға, қалайсыз? Жақсымыз. Ассаламу алейкум, біздің YouTube арнамыздың тұрақты көрермендері. Көп болды комментариялардан бәрінен қарап, сіздердің іздеп жатқандарыңыздың бәрін көріп жатырмыз. Шыны керек, қазір Шымкенттен және де Ақтөбеден, қазір міне Алла қаласа Ақтаудан ашылайық деп жатырмыз. Соған байланысты YouTube-қа біраз уақыт болмай кетті. Сіздерден ол үшін кешірім өтінеміз. Артақ білеміз сіздерді бізді қолдап, қолпаштап, әрбіріміздің жетістігімізге тілеулес болып отыратындарыңызға. Сол үшін сіздерге Алла разы болсын, рахмет. Шамамыздың келгенше YouTube каналды да тоқтатпауға тырысып жатырмыз. Қазір міне Гүлназ қарындасымыз жүргізіп жатыр, алыпта жігіттер жүргізіп жатыр, качествосына біраз мән беріп. Және жалпы команда жайлы сұрап жатыр ғой, сол команда жайлы айтып кетейінші.
Өйткені көп жас кәсіпкерлер маған жазады, және де өзімнің қатарлас бизнесте істеп жүрген барлығы біздің Q-Photo Park командасына қызығады. Сіз осы команданы қалай құрдыңыз деп. Мұның барлығы оңай болған жоқ, қаншама адамдар командада істеп кетті, тәжірибелердің арқасында қазір осы командаға қол жетіп отыр. Менің басты бұл жерде компанияда командаға қойып отыратын, артып отырған үмітім, мақсатым десем де болады. Мен командада басшы ретінде оларды жұмысқа алып, қалай айтады, басшылық ретінде управлять ететін маған ондай команда қажет емес. Керісінше, маған ненің істеу керек екенін айтып, және де давайте мынаны істейік, давайте компанияның өсуіне өз үлесін қосатын, ешнәрседен қорықпайтын, алдына қойған нақты мақсаттары бар, жетістікке бірге жететін сондай команда қалаймын. Ондай команда, Аллаға шүкір, біздің компанияда құрылып келе жатыр. Өйткені кәсіпкерлермен осымен недавно ауызашарда болған кезде сол барлығы айтып отыр, сіздегі командадағы адамдардың барлығы көздері жанып тұр, алдыға ұмтылып, өздері жаңағыдай жұмыстарын жақсы істеп жатыр деп, осыны қалай құрдыңыз деп. Сол міне сіздерге айтатыным, ол компаниядағы, командадағы адамдардың ең бірінші құндылығы, солар бізге құнды. Өйткені олардың расымен де бізге құнды екенін көрсете алсақ, ол кісілерден де бізге обратный связь дейді ғой, мысалы. Ол кісілердің де беретіні көп болады. Сондықтан да командаға келген кезде жаңағы қысылып қалмаңыздар, оларда керісінше указывать етіп үйренбеңіздер, олардың өздері шешім қабылдап үйренсін, жаңа нәрселерді сіздерге әкеп ұсынсын, өз ойларын айта алатын адамдар болсын, және де карьерный лестница дейді ғой, мысалы, карьерлық өсетін адамдар болсын. Өйткені мен мысалы қазір 17 регионнан ашылатын болсақ, және де шет елдерге шығатын болсақ, оның барлығына жалғыз Талғаттың шамасы келмейді. Оның барлығына осы командадағы адамдардың арқасында қол жеткіземіз. Сондықтан достар, айтатыным, сол біздің болашақ басшылар, әр филиалды басқаратын, филиалдың ішіндегі бөлімшелерді басқаратын басшылар, ол біздің осы міне жанында жүрген қазіргі адамдар. Олардың барлығын біз шетелге де жіберіп қазір оқытып жатырмыз, Алла қаласа, шетел деген Россиядан. Болашақта әр регионнан команданы, жаңа компанияның басшыларын жинап, командадағы бөлім басшыларын жинап, үлкен, мысалы, Ритц-Карлтон болмаса, қаладағы үлкен бір Риксісті мысалы алып, олармен бірге жиындар өткізіп, олардың конференция залдарын алып, мысалы, сол жерде тек қана жұмыспен емес, демалып қайтып тимбилдингтер жасау ойымда бар. Алла қаласа, ол ойымызға осы менің командаммен бірге жетеміз деген ойдамын. Өмір деген қаталар. Так, біз өзіміздің Газпромға келдік, заправляться етеміз. Заправляться етеміз. Арман, арты қалай екен? Арты қалай екен? Бізде көбісі Instagram парақшасында жазады, неге Infiniti көлігі, неге 200 емес, неге там 300 емес, неге именно осы автокөлік? Несімен ады? Өйткені Infiniti шексіздік дегенді білдіреді. Мағанасының өзі. Біздің Q-Photo Park компаниямыздың өмірі шексіз болсын дегенмен, сонымен қатар, қараңыздар, Infiniti'де независимый подвеска, содан кейін рөлінің барлығы, бұда джип жеңіл.
Мысалы қазір 200-ге кәдімгі жеңіл машина сияқты отырып тез жетуге болады да. Содан кейін бұда независимый подвеска болғаннан кейін мост емес. Содан кейін адамды шаршатпайды жолда жүрген кезде. Lexus 570 300-ны мен мініп көрдім, айдап көрдім. Барлығынан қарағанда осы мына Infinity-ге жететін машина жоқ, өйткені 3000 км Россияға дейін бардық. Қаншама мына жерлердің барлығын ардап қарап көріп жүрмін. 2 машинамен бардыңыздар, Иә, соның барлығында Infinity көлігіне жететін көлік жоқ. Сондықтан осы Infinity. Тағы да қысқаша. Тағы да мысалы салоны да үлкен, өте ыңғайлы жасалған. Мынау қазіргі 2021 жылысын алдық. Бұнда салонда өзгеріс бар. Енді 2020 жылға қарағанда жалпы Иә, шынымен де дисплей консоль өте үлкен. Өзіме ұнайды үшін. Үй сияқты ғой ше. Қыздар қалай жайлы отырсыңдар ма? Өте керемет. Міне көріп тұрғандарыңыздай өздері әлі салоннан алынған автокөлік, әлі салонда тұр. Орын жеткілікті. Кең орын. Джип емес, легковой сияқты шығады ғой, авгонға да міне қазір қараңыз. Мерспен жарысып келеміз. С-класспен. Достар, Атар деген жерге келдік. Бізде ораза ұстағандарымыз бар. Ауыз ашып, ол жақтан дальше энергия жинап алып, дальше Шымкентке шығатын боламыз. Ал міне Шымкенттегі бірінші жолға аялдама жасадық. Ауыз ашып алайық деп, ораза ұстаған жандар оразаларыңыз қабыл болсын. Осы қасиетті Рамазан айындағы тілеген барлық дұға тілектерімізді Аллах Тағала қабыл қылып, орындауына нәсіп етсін. Жалпы қазір Атардың жанында тоқтадық жолында. Осылай командамен қызықты көңіл күймен кетіп бара жатырмыз. Шүкір, Аллахқа тәуба, осы күнімізге шүкір. Жалпы енді қазақ бауырларыма, қандастарыма айтатыным, тоқтап қалмаңыздар. Қазір мүмкіндіктердің кезі, сол үшін де көптеп ашып жатырмыз компаниямызды. Және де қазір өздеріңіз білесіздер, Ресейге санкциялар салынып жатыр. Бұл кез мүмкіндіктердің кезі. Сондықтан өз мүмкіндіктеріңізді өмірде жіберіп алмаңыздар. Қарекет қылыңыздар. Аспасын. Қабыл болсын, дұға тілектеріңіз. Ал достар, біз Шымкентке жол тарттық, кешкі аузымызды ашып алдық. Ал бізге ақ жол тілеп қойыңыздар. Гүлдер кафесінен аузымызды ашып алып, шығып бара жатырмыз. Мен қазіргі өзімнің тәжірибемнен айтып кетейін. Көп адам сұрайды, тәке, сіз осы жағдайға қалай жеттіңіз деп. Әсіресе бауыр қарындастарыма айтатыным, ешқандай сиқыры жоқ бұның. Еңбек ету керек. Өзіңізбен өзіңіз жаңағы жеке қалған кезде өзіңіз ар-ұятыңызға жаңағы адал болуыңыз керек. Соған мысалы біреуге қарыз болып жүрсіз ба, қазір басыңызда қарыз болып бір проблемалар болып жүрсе, сол проблемалардың барлығы өткінші екеніне сенуіңіз керек. Өйткені өздеріңіз білесіздер, жаңбырдан соң міндетті түрде күн шығады. Сол күнді тоса білу керек, күннің шыққанын. Көп адамдар бүгін бола саған қалайды, ертең бола саған қалайды, тез бола саған қалайды да. Ешқашан тез боласа жеңіл жолмен келген ақша ешқашанда оның сізге бір нәтижесі болмайды. Беретін нәтижесі болмайды, және ол берекелі болмайды. Ал егерде сіз оны адал еңбегіңізбен басыңыздан не түрлі қиындықты өткізіп барып жететін болсаңыз, сол кезде мысалы бір жұмысты істеп барып таңертеңнен кешке дейін, кешке тамақ ішкен кезде ана тамақ қалай тәтті болған сияқты еңбегіңізбен тапқан ақша, жетістіктің барлығы тәтті болады. Ал енді сол сіз жетістікке жету жолында сізді сөгетін, өсектейтін, көре алмайтын, қызғанатын ондай адамдар көп болады, бірақ олардың ешкімнің сөзіне қарамаңыздар. Негізі ақшаңыздың бар болып, мүмкіндігіңіздің бар болғаны өте жақсы екен. Оны өзім түсініп жатырмын. Өйткені сіз ақшаңыз бар болатын болса, әке-шешеңізге көмектесе аласыз. Жаныңыздағы командаңызға да
қайырымдылық жасап, жаныңыздағы адамдарды да бір жерге апара аласыз. Ал енді ақшаңыз жоқ болып, мүмкіндігіңіз жоқ болса, құр сөзбен еш нәрсе бітіре алмайсыз. Сондықтан да ақшамыз бар болсын, бір бастаған нәрсені аяғына дейін жеткізуге тырысайық. Өйткені өміріміз қысқа, біз өз өміріміздің суретшісі өзімізбіз. Қалай жақсы өмір сүреміз, болмаса жылап, біреуді кінәлап өмір сүреміз, ол өзіміздің қолымызда. Өйткені біз өз өміріміздің суретшісі өзімізбіз. Сондықтан өміріміздегі суретті күштеп салайық. Ол жерде үйіміз болсын, машинамыз болсын, әке-шешемізге көмектесейік. Барлығы өз қолымызда. Сіз бір цитат айтып едіңіз ғой, Давлатовтың 50 теңгелік ше, соны айтып беріңізші тағы. Давлатов айтқан жоқ оны. Бір немеден оқыдым. Ол жерде бір байдың екі жаңағы жұмысшысы болған екен. Содан кейін Петя мен Ваня дейді мысалы. Петя кепті де қожайынына жаңағы айтыпты, мен неге 50 теңге алам, жаңағы Петя неге 5 теңге алады деп айтты, 5 сом алады мысалы. Содан кейін бай тұрып айтты, барда ана шөп, бізде қазір шөп бітейін деп жатыр, ана есік алдынан шөп өтіп баратыр, сол шөптің қанша екенін бағасын білкеш дейді. Сол кезде жаңағы адам барады да, шөптің бағасын білдім, шөптің бағасы чугуна 200 теңге екен дейді мысалы. Все, потом айтады, енді барда сол қашан шабылған шөп екен, соны білкеш дейді. Оған ол қайтадан шығады да барады да, осы міне жаңағыны орып шауып алып келетін шөп екен, біліп бердім дейді. Жақсы, енді оны біз сол арбаның барлығын түсіріп алатын болсақ, бізге қаншадан береді екен, соны білкеш дейді. Қайтадан барады да, в общем 200 теңге дегенде, егер бәрін алатын болсақ, 180 теңгеден берем деп айтты дейді. Содан кейін айтады, сол кезде жаңа Петя кіреді, айтады, қожайын, бізде шөп бітіп баратыр, білесіз, ана жерде шөп кетіп баратыр екен жаңағы, соны барып білдім, осы жолы шабылған шөптен екен, чугу 200 теңгеден, мен оны старговать етіп бүкіл арбаны жаңағы түсіріп алып қаламыз деп айттым, соған 180 теңгеден беретін болды, маған ақша беріңізші деп кеп тұр екен. Сол кезде жаңа айтты Ваняға, көрдің бе, Петя неге 500 теңге алады, сен неге 50 теңге аласың деген. Сондықтан да результативный, мен қазіргі өзімнің жұмыс, бізге бірге жұмыс істеп командада жүрген басшыларды, даже әрбір сотрудникті өздері шешім қабылдап, маған осылай, міне мынасыды бітіргелі тұрмын, маған да 1 миллион теңге керек, давайте біз мынаны істесек, осындай жетістікке жетеміз дейтін командаға адамдар жинап келеді. Және де сондай Петя сияқты болыңыздар. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағынамын, бар жанымен қуанса екен бар қазақ, шырқайтын ән қазақ. Мен қазақпын деп Тараздан өтіп бара жатырмыз. Мен қазақпын. Қосқой қазақ. Үрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын, мың қазақ, сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, мен қазақпын бойым. Сәл дегенде не дейін бітіп қала жаздады иә? Үлгеріп келдік. 95, ya 90. Ша. Жетті. Үлгеріп келдік. Міне біздің оператор әр сайын осы выезді түсіріп отырады біздің. Карман, что қалайсың? Арты қалай? Достар, біз үлгеріп келдік, сәл дегенде бензиніміз бітіп, жолда қалып қалайын деп қалып қалуға аз қалды. Аллаға шүкір жеттік. Разминка. Монако, для чего, скажи мне? Біз кофе ішінде жатырмыз. Аузымыз беріп, ішіп алып кофе бәрін, күндіз деген нәрсені бәрін. Давай. Раз, два. Жүзге қош жеріміз ғой,
Çimkent'e жүріп барасыңдар ғой ма? Ал. Çimkent'e жүріп барасыңдар ғой ма? Жарай, давай, сау. Ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым да бар. Ақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сақтықтарым да бар. Аллағайын, бітті сау болыңдар. Көзімізді тұрсынға шақырып Мама үйреніп кетесіз Мен үшін парасызды жүзелері балаймын Әрине сіздерге ұнайды ауасы даланың болғанын қылмаймын Мен қатарлы аттанамын Сіздердің бөлмелеріңіз кіргенде сол жақта Жылынады өзі қағаз бен отын жақпай Тасымайсыз мамы суды қойып ол жаққа Қалайсыздар? Burada osma ülkeyi gelemiz. Саламатсыз ба? Құрбыларым да бар. Бізді Шымкенттік команда күтіп алды. Барлығы болады. Кюфоты бар алға. Қазір Шымкенттіктеріне осылай қарсы алып отыр. Енді Ақтау бар алдыда. Уже 5 филиал болды бізде. Ақтөбе алдында қалай қарсы алла қаласа әлі бәрі алда. Сіздерге барлығын көрсетіп отыратын боламыз. Білесіздер, ашық компания екенбіз. Қазақтан шыққан компания. Кюфоты бар жасасын. Осындай команда жастар бар кезде жанында қалай энергия болмайды. Жолдан келсек де энергия ұрып тұр ғой міне. Солай ма? Керемет. Алла разы болсын. Все, жақсы, давайте. Қандай план? Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара-бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара-бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара-бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Коттедж ленгірде, шишка блендерде, тугисті қоста келіңдер немедленно. Қыздар немеренно, қалтада көп тиын, бірақ жағдай very good. Походка смелый, нехуй делать, күндіз түні ерігу. Адамға қолай өмірді бір ақ рет береді, оны Шымкентте жүру керек. Бұлтонау, қайда менің теңгем? Қайда менің теңгем? Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара-бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Эй, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара бара-бариге жетеді бізді шеттетеді, как будто шетелдей. Бізді шеттетеді, как будто шетелдей, бізді шеттетеді, как будто шетелдей, бізді шеттетеді.